тастай батып сулайсың серпілген бұлаққа. Ерте тұрып қызмет қыл, жата берме бұлаққа. Құрметтеген атаңды кесіп өтпе алдынан, елеңдіре сыйлар тайма адал қалпыңнан. Тайма адал қалпыңнан. Қай жұртқа бақ сыйлар, жаратқан адам жар болып. Күндерінде шаша арайлап атқан таң болып. Қосақ мен қосағар, айдың көлді тербел, мәңгі бақи бірге бол. Қиындықты еңсер. Әумин ата, рахмет берген базаңыз қабыл болсын. Иығыңызға мінекей той иесінің атынан шапанымыз бар. Құтты болсын, үйіңізде той болсын дегенде, құрметті балалар, мына сөзді мен емес, мына тұрған халық айтты деп есептерсің. Ата салтын сақта деп, ана сүтін ақта деп, атан айтқан ақылды мәңгесінде сақтағайсың. Елдің жолын кеспе деп, өзгемен өсіп төспе деп, апан айтқан ақылды мәңгесінде сақтағайсың. Жаман байым мырзам деп, жаман үйім қорған деп, аға жеңгелеріңнің айтқан ақылын мәңгесінде сақтасаң, бұл өмірде жаман болмайтының хақ деген екен. Ойласа, құрметті қонақтар, қазақтың әдемі салтыменен қазір анасы сәукелесін тағып, қарындасымыз сыңсу әнін шырқап, қызымызды құдаларға қарата ұзататын боламыз. Бірақ құрметті қонақтар, қыздарыңызды жолға түсіріп құдаларға апара жатқан кезде, жас қыздар жақында иығына жабысып сүйіп жылаудың қажеті жоқ. Қазір заман дамыған, бүгін кеткен қызды ертең-ақ көретін боласыздар. Сондықтан да қыздың жолын бөгемеңізді, анасы келіп сәукелесін тағып, маңдайынан сүйіп, білген ақылын құлағына сыбырласын, үлкен апаларын жақындап маңдайынан иіскесін, ал енді жастар жағы ертең-ақ көрісетін боласыздар. Сондықтан да қыздың жолын бөгемейін, қарындасына микрофонды ұсынайын, әдемілеп сыңсу әнін шырқасын, көршілдіктер, тойларыңыз құтты болсын.
кездескенше қазақтың тойы өтпесін, құрметті қонақтар. Кеш құтты болсын.